Алматы облысының қабір қазушылары соңғы 3 күнде қаза болып жатқандардың саны күрт өскенін айтты. Өте өкінішті статистика. Бейіт басында жұмыс істейтіндердің сөзінше соңғы 3 күнде олар 35 адамды жер қойнына тапсырған. Мұндай сұмдықты өмірімізде көрмедік деген арнайы қызмет халықтан коронавирус індетіне бей-жай қарамай барынша сақтанып жүруді өтініп сұрап жатыр. Дмитрий Макаров Талдықорғанға қарасты Еркін ауылында орналасқан мына бейіт басында біраз уақыттан бері қабір қазатынын айтады. Бұл жерде мұсылмандардың да, христиандардың да бейіттері қатар орналасқан. Ол ұлтына қарамай келіскен ақшасына қабір қазамын деп отыр. Бірақ соңғы 3 күндегі жағдай айтудың өзіне ауыр дейді. Ситуация критическая, честно сказать. Уже за последние 3 дня, не соврать, уже как от 10 до 15 похорон в день идет. Жағдай ауыр. Соңғы 3 күнде күніне 10-15 адамды жерлеу рәсімі өтеді. Өз басым күніне 3-4 адамға дейін қабір қазамын. Адамдардың неден өліп жатқанын білмеймін. Тіпті тапсырысты да қабылдамай үлгермей жатырмыз. Өз басым мұндай сұмдықты өмір көрмегенмін. Бұған дейін дәл осы Еркіндегі үлкен зиратта күніне өзара 1-2 адамның ғана жерлеу рәсімі өтетін. Ал Сандуғаш Дүйсенованың ұйымы сәуір айынан бері Талдықорғанға қарасты Еркін және Еңбек ауылындағы 2 зираттың күту тазалық қызметін атқарады. Қанша адамның жер қойнына тапсырылғанын тіркеп отыратын маман соңғы 3 күндегі жағдай жағамды ұстатты дейді. 3 күннің ішінде біз мұсылмандар менен жаңа православныйлардың арасында 26 адамды жерледік. Оның үстіне қосымша 9 адамды жерледік. Ессіз қалған бізде бұндай жағдай өмір болған емес. 3 күннің ішінде 30-дан артық адамды жерлеуге тұсындық. Сондықтан қалайық, сендерге бір өтінішім бар. Жаңағы маскаларыңызды киіп, осы қазіргі қиын кезде көшеге бостан-босқа шыға бермей үйде отырғандарыңыз дұрыс шығар. Рас. Қазір адамдардың коронавирус індетіне селқостық танытпай, сақтық шараларын дұрыс сақтайтын кезі. Себебі жағдай күннен күнге ушығып барады.